Барлықтарыңызға сәлем. Бәріне белгілі болғандай, Nike, Adidas, Puma сияқты үлкен брендтер өздерінің жұлдызды футболшыларына жеке үлгідегі футбол аяқ киімдерін жасап шығарады. Мысалы, Садио Маненің Африканың үздік футболшысы атанғанын New Balance жекешелендірілген бутсымен атап өтті. Немесе жақында Nike компаниясымен бірге отырып, Килиан Мбаппе өзінің жеке киім коллекциясын шығарды. Nike керемет фирма деп Ливерпуль ойыншысы Джеймс Милнер өзінің футболшыдан сұра атты кітабында сипаттаған. Nike компаниясы өздерінің бутсыларын жай ғана киюге бермейді. Олар футболшы қалаған кез келген өзгерістерді енгізеді. Милнердің айтуынша, оның аяғы жарақаттанғанда Nike оның табанының астына қатты болмау үшін арнайы карбоннан жасалған ұлтарақ жасап шығарған. Nike осындай кіші болсын, үлкен болсын өзгерістер жасауға әрдайым дайын компания деген болатын. Келесі кезекте әрине ақша. Криштиану Роналду Nike'пен отырған өмірлік контракты негізінде ол шамамен алғанда жалпы $1 миллиард пайда табады. Ал Лионель Мессидің Adidaspен серіктестігі оның қалтасын жылына $12 миллион толтырады екен. Бұған қосымша, футболшылар алаңда жақсы ойын көрсетіп, жетістіктерге жетіп жатса, қомақты ақшалай бонустар алады. Ағылшын құрамасының экс-страйкері Питер Крауч өзінің футболшы қалай болуға болады атты кітабында Премьер-лигада қанша матч өткізгеніне, қанша гол соққанына, одан бөлек Чемпиондар лигасында матчтар мен голдар, ұлттық құрама сапындағы жетістіктердің бәрі есептелінеді деп сипаттаған. Ол Ливерпульмен 2007 жылы Чемпиондар лигасының финалына жетіп, ағылшын құрамасында әр матчты өткізгені үшін спонсордан алатын ақшасы 2 есеге өскен. Бірақ қазіргі заманда үлкен ақшаға қарамастан, футболшылар компаниямен келісім шартқа отырмастан бұрын ең басты бутсының аяғына ыңғайлы болуына және сапасына назар аударады. Ал баяғыда тек ақша бәрін шешеді. Көбіне бутсы жасайтын компаниялармен келісім шартқа отырғанда футболшылар тағы да сол фирма шығаратын басқа да киімдерді коммерциялық мақсатта киюлері керек болып жатады. Әрине, әрдайым тегін жаңа үлгідегі футболкалар, худилер, бейсболкалар мен кроссовкалардың иесі атану бірінші қарағанда керемет болу керек. Бірақ бұл өте алдамшы. Мысалы, көптеген футболшылар келісімге отырғанда тек футбол аяқ киімдер мен мысалы Adidas футболкаларын киіп жарнамаласақ болғаны деп ойлайды. Алайда, келісім бойынша олар сол фирма шығаратын басқа да заттарды, мысалы туалет суларын, тері күтіміне арналған косметиканы, электрондық құралдарды, наушниктерді, көзәйнектерді және тағы да басқа көптеген заттарды қолданулары керек. Тағы да бір қиыншылық тудыратын жағдай ол футболшының клубтың немесе ұлттық құраманың экипировкасын жасайтын фирмадан басқа бөлек фирмамен келісім шартының болуы. Мысалы, Мессидің Барселона сапында Nike формасын, ал Роналдудың Юве сапында Adidas'тың формасын киюіне тура келеді. Ал мысалы Неймар мен Гарет Бейл ол жайында бастарын қатырмайды. Өйткені олардың жеке, клубтың және де ұлттық құрамаларының спонсорлары біреу. Қазіргі заманның әйгілі брендтері атақты футболшылармен келісімге отыру үшін қызу таластар жүргізеді. Мысалы, 2017 жылы Nike'пен келісім шарты аяқталған Манчестер Юнайтедтің экс-страйкері Ромелу Лукаку 2017-2018 жылғы маусым бойы екі фирма арасындағы таласта одан бетер ушықтыру мақсатында қап-қара түсте жасырылған сол Nike пен Adidas бутсыларын киіп шықты. Аяғында ол Puma компаниясымен өте тиімді келісім шартқа ие болды. Тастың дамығаны соншалық, футболшылар жасөспірім кезінен-ақ келісім шарттарға отырып жатады. Мысалы, Man City'дің жартылай қорғаушысы Фил Фоден Nike'пен 14 жасында келісімге қол қойды. Одан бөлек қазіргі таңның жас таланттарының бірі Рендік Эдуардо Каваминга мен Бавария Мюнхенінің канадалық Альфонсо Дэвис 20 жасына дейін спонсорлық келісім шартқа отырып қойған.